Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгін біз жазғы демалысымызды қалай мәнді, әрі сәнді ету қажеттігі жайлы сөйлесетін боламыз. Ендеше, бастайық. Күлімдеңіз. Күлімсіреу есіктерді ашады, көңіл күйіңізді көтереді. Айнаға қарап өзіңізге күлімдеңіз. Отбасы мүшелеріне, әріптестеріңізге, кез келген адамға қарап күлімдеңіз. Күлімсіреу махаббат энергиясын сәулелендіреді. Және сіздің басқаларға берген нәрсеңіз сізге қайтып келетін нәрсе екенін ұмытпағаныңыз жөн. Шын жүректен күлген кезде ашу, қайғы, қорқыныш немесе қызғаныш сезімін сезіну мүмкін емес. Күлгенде сіз тек бақыт пен тыныштықты сезіне аласыз. Медитация. Медитация сізге психикалық және физикалық тәртіпті, эмоционалды өзін-өзі басқаруды үйретеді. Бұл оңай және жағымды, және дәл қазір қолдануға болатын өзін-өзі дамытудың ең күшті құралдарының бірі. Осы шақта өмір сүр. Өткенді қайтара алмайсың, ал болашақ сіздің қазіргі кездегі ойларыңыз бен ісіңізге байланысты. Сондықтан қазіргі уақытқа назар аударыңыз, барлық нәрсені жақсылап жасауға көңіл бөліп, жай өмір сүріңіз. Өткенде немесе болашақта өмір сүріп, қазіргі өмірдің текке өтуіне жол бермеңіз. Алаңдамаңыз. Сіз не болуы мүмкін деп ойымдап, қанша уақыт жұмсайсыз? Ал шын мәнінде не болады? Өзіңіз қаламайтын нәрсеге емес, жаныңыз жақын нәрсеге назар аударыңыз. Ең қиынынан бастаңыз. Кейінге қалдырмаңыз. Ақыл-ой мен эмоциялық энергиямыздың көбі босқа кетеді. Оған себеп біз жасағымыз келмейтін істердің алдындағы қорқыныш. Сол қорқынышыңызбен мүмкіндігінше ең жақсы жолмен арылыңыз. Содан кейін қарапайым нәрселерге көшіңіз. Жоқ деп айта біліңіз. Иә деп қате айтқан сөзіңіздің сіздің ішкі тыныштығыңызды бұзуына жол бермеңіз. Егер сіз шамадан тыс күш салып, стресті тудыратын бірдеңе жасасаңыз, сізде мұны сұраған адамға ашуланасыз, нашар әрекет етесіз және өз міндеттемелеріңіз бен тілектеріңізге жеткілікті көңіл бөлмейсіз. Ал өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге құлақ түріп, гармонияда болған сайын гүлденесіз, өсесіз. Сондықтан өзіңізбен жұмысты бүгіннен бастаңыз. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. 99 бен бірге дамы.